біздің балаларымыздың қай мекемеде болғанына қарамастан, жеке меншік пен мемлекеттік пе, барлық жерде балаларға қолайлы, жайлы, қауіпсіз орта қалыптасу керек. Сондықтан да жеке меншік білім мекемелерінде де осы балалардың қауіпсіздігіне қатысты мәдениетті қалыптастыру бағытында жұмысты одан әрі күшейту керек, жалғастыру керек. Бұл барлықтарыңызға қатысты. Сонымен қатар балалардың қауіпсіздігіне тек мемлекеттік органдар ғана емес, әрбір азамат, әрбір жеке кәсіпкер жауапкершілікпен қарауы тиіс. Тек осылай ғана біз балаларымыз үшін жайлы және қауіпсіз орта жасай аламыз. Қазір білім ошақтарындағы қауіпсіздікті күшейту және тамақтануды ұйымдастыру бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Сондықтан әсіресе кәсіп иелері осыны түсініп, үлкен жауапкершілікпен қараса екен деймін. Бұл бағытта да барлық білім басқармалары осы мәселеде қызмет атқарып жатқан кәсіпкерлермен де түсіндіру жұмыстарын ары қарай жалғастыруды тапсырамын.